Қайырлы күн, достар. Кеше сабақ түсіре алмаған үшін алдын ала кешірім сұрайын. Себебі күнделікті жоспар бойынша түсіріп отыруым керек еді. Жақсы. Бүгін сабағымыз 23-ші сұрақтан бастаймыз. Алдыңғы 22-ші сұрақты мен айтқан болатынмын. Сабақтың бастапқы жағында түсіріп кеткен болатынбыз деп. 23-ші сұрақ бізде ауыр машина жасау зауыты немесе зауыттары. Көп сұрақты сұрақ, яғни көп жауапты сұрақ, 8 жауабы бар. Әрбір зауытқа жеке ақпарат беріп кетейік. Әуелі ауыр машина жасау зауыты дегенімізде біздер өнеркәсіпті екі топқа бөлеміз. Қандай? Жеңіл және де ауыр өнеркәсіптер деп ше. Енді ол жеңіл өнеркәсіптер енді бұл тамақ өндіру, киім, былғары, яғни қатты бір күш керек емес өнеркәсіп түрлері. Ал ауыр өнеркәсіптер шахта, көлік болғанда да, яғни ауыр машина жасау зауыты деген бірсін айтқанда, мысалы ірі жүк көліктер бар ғой, соларды шығаратын, яғни қазір бізге жауап ретінде сол. Немесе осы ауыр өнеркәсіпте жұмыс жасайтын көліктерді шығаратын зауытты табу керек боламыз. Жауапты жеке талдайық. Біріншісі Ақтөбе рентген аппаратуралы. Негізі рентген дегеннен жауапты сызып тастай беруге болады, енді бірақ сонда да мәлімет ретінде келтірейік. Жалпы енді Ақтөбе рентген зауыты Ақтөбедегі акционерлік қоғам медициналық және өнеркәсіптік рентген аппаратуралар мен автоматты реттеу приборларын жасайтын өнеркәсіп. Демек ол бізде медицина саласына тікелей байланысты. Жауаптан істейміз, сызып тастай береміз. Одан кейін екіншісі Алматы электротехникалық зауыт. Енді электротехника дегеніміз бытовой техникалар жатқызу болады, бірақ сонда да жауап ретінде қатыстыра берейік. Енді бұл жерде екі түрлі зауыт таптым, енді дәл осы деп айта алмаймын. Алматы эталон зауыты бұл сапалы өлшеу приборлары мен автомат аппараттарын жасайтын жөндейтін кәсіпорын. Екіншісі ол бізде Алматы электромеханикалық зауыты. Яғни дәл жауаптады Алматы электротехникалық зауыты дүниені таппадым, бірақ енді электротехника ол бізде уже түсінікті ғой, оның немес екендігін, ауыр өнеркәсіп емес екендігін. Жалпы негізгі мәліметті жауаптан тастай беруге жеткілікті деп ойлаймын. Неге? Себебі электротехникалық дүниелер ол бізде ауыр өнеркәсіпке жатпайтындығында. Одан кейін Степногор Мойынтірек дейді. Енді Мойынтіректің аудармасын қарадым. Мойынтірек бізде оказывается не почевник екен. Почевниктің қазақша мағынасы Мойынтірек. Еуропалық Мойынтірек почевник зауыты корпорациясы Мәскеудегі жабылып қалған зауытта 350-ден астам құрылғыны Степногорск Мойынтірек зауытына жеткізді деп хабарлайды. Яғни бұл Ақмола облысында орналасқан. Жалпы енді Мойынтірек зауыты жолаушылар, жүк вагондар, тепловоздар, электровоздар қажетті Мойынтіректе почевниктер шығарады. Жалпы осындай бір дүниені ғана айта аламыз. Одан кейінгі бұл жауапты да сызып берсек болады. Неліктен? Себебі ауыр машина жасау зауыты емес та, яғни машина жасау зауыты емес та, яғни ішіндегі тек бір бөлшегін ғана жасайды. Одан кейін бізде Д жауабы Семей кабель зауыты. Міне Семей кабель зауыты туралы тапқан мәліметіміз. Жалпы Семей кабель зауыты ол бізде электротехникалық машина жасаудың ірі кәсіпорындарына қатар қосылды. Бұл бізде кабель ол бізде белгілі тоқ қой, яғни соны жасайтын зауыт. Бұның да жауапты сызып себебі ол бізде машина жасауға тіпті қатысы жоқ. Одан кейін 5-ші жауап Қарағанды кен шахта зауыты. Енді тау-кен шахта жабдықтарын жөндеу зауыты Қарағандыда орналасқан. Жалпы Қазыбек би ауданында 1941 жылы, яғни Ұлы Отан соғысы кезінде көшіріліп келген, құрылған немесе. Жалпы Қазақмыс корпорациясының құрылым бөлімшесінде болған. Міне жазып қойдым. Зауыт кен өндіру техникасы мен белаз автомашиналарын, яғни кен өндіру құрал жабдықтарын, металл құрастырғыштарды, жылу қабырғасы, панельдер, қосалқы бөлшектер шығару, болат шарлар деген секілді дүниелерді өндіреді екен. Енді мына жерде белаз деген дүние бар. Жалпы енді ауыр машиналар көбіне артында АЗ деген сөздер бар ғой, мысалы КамАЗ, КамАЗ, белаз, сосын бірсін айтқанда енді ірі жүк көліктері ғой, бірсін айтқанда, яғни бұл бізде жауап ретінде істейді келеді ауыр машина жасауға. Демек бізде дұрыс жауап Е болды. Ары қарай Талдықорған аккумулятор зауыты. Енді жалпы ол зауыттың атауы Қайнар аккумулятор зауыты екен. Жалпы
самұрық қазынаның иелігінде қайнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аккумуляторларды толық шығаратын Қазақстандағы кәсіпорын, яғни көліктердегі аккумуляторды өндіруші мекеме екен, иә. Демек, ауыр машинаға не жатпайды. Енді Өскемен Азия автозауыты. Азия автозауыты міне көріп тұрғандай логотипі. Жалпы Азия автозауыты бізде Өскеменде. Жалпы бұл жақ жеңіл машиналар шығарады, жеңіл көліктерді. Оның ішінде міне Шкода, Нива, Chevrolet деген секілді, Kia деген секілді жеңіл көліктерді не істейді, өндіреді. Астында суреттер тұр. Ол бізде не ауыр, яғни жүк көліктеріне ауыр машина жасау зауыты емес. Демек, жауаптан тоғыз шықты. Алматы Porsche зауыты, соңғы жауап. Жалпы Porsche ол бізде Алматы қаласының машиналар механизмі Porsche бөліктерін шығаратын зауыт. 44 жылы әртүрлі механикалық шеберліктер негізінде құю механикалық зауыт ретінде құрылған. Зауыт бастапқы кезде таразыны шығарған, одан кейін пневматикалық балғаларды, вагон үйлерді, әртүрлі темір бөлшектерді шығарып келген. Сонымен қатар 1559 жылдан бастап Porsche бөлшектерін шығаруға маманданған, яғни ол бізде көліктің ішінде құралды. 1974 жылы Алматы Porsche зауыты деп аталып кеткен. 1994 жылы Алматы Porsche зауыты акционерлік қоғам болып қайта құрылды. Кәсіпорын өз өнімдерін Ресей, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне экспорттайды, бір сөзбен айтқанда. Демек, бұл да бізде не жауап емес екен. Соңғы жауап қалыптыр, бірақ қана жауап қалыптыр. Демек, бізде дұрыс жауабы Е. Яғни, Қарағанды Кен шахта зауытында мана айтып кеткен БелАЗ автокөліктер, яғни КамАЗ секілді ірі ауыр машина зауыты. Ақтөбе рентген медицина, электротехника, мынау бізде подшипник, мынау тоқ, аккумулятор, жеңіл көлік, жеңіл машина жасау. Енді Porsche тоже көліктің ішіндегі бір құрылғысы, иә. Жалпы 23 сұраққа байланысты білу керек нәрселер болса, егер сіз ұбт-да Е деген вариантты белгілесеңіз, яғни Е деген жауапты белгілесеңіз, онда толыққанда 2 ұпайды аласыз. Егер де қасына білмейсіз, А және Е деген жауаптарды белгілеп қойсаңыз, онда қанша балл аласыз? Онда 1 балл аласыз. Енді себебі неліктен сіз Ені тапқаныңыз үшін 2 баллды алып тұрсыз, бірақ А деген жауап сіздің 1 баллыңызды құртып кетті, -1, сонымен демек 1 балл жинадыңыз. Немесе енді кеттік А, Е, Г деген жауапты белгілеп жібердіңіз. Сол уақытта Ені тапқаныңыз үшін 2 балл бар еді сізде, бірақ та А мен 1 баллыңызды жоғалтып алдыңыз, Г мен тағы да 1 баллыңызды жоғалтып алдыңыз, сонымен сізде жауапта 0 балл болады. Сізге ең жақсы дұрысы, мен сіздерге айтар едім, егер алдағы уақытта ұбт тапсырар болсаңыздар, егер сұрақтың жауабын толық біліп тұрсаңыз, онда жауапты толыққанды белгіленіз. Ал енді кейде тәуекел дейтін жағдай болады, яғни риск дейтін нәрсе керек кезде ең жақсы вариант 2 жауапты белгілеу ғой. Хотя кемінде 1 балл алып кетесіз, мысалы, мынадай бір біліп тұрған жауабын, сосын оның қасында бәлки болып қалады деген секілді дүниелер. Жалпы бүгіндікке осы айтар дүниеміз.